Баршаңызға сәлем, есімім Гүлнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы қамырдан дайындалатын өте дәмді қаттаманан жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, арасы қатпарлы, дәмі ерекше болып шығады. Олай болса, видеоны соңына дейін көріп алыңыздар. Ең алдымен дәл осындай қатпарлы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Ал мен 7 бөлікке бөліп алдым. Видеодан көріп отырғаныңыздай, менде қатпарлы қамырдың дайын түрі. Дәл осындай үгілмелі қатпарлы қамырдың рецептісін менің каналымнан таба аласыздар. Міне осылайша 7 бөліктің барлығын қолымызбен осылай дайындап аламыз. Ал енді оқтаудың көмегімен барлығын да жайып алатын боламын. Міне дәл осылай қаттама нанымыздың барлығын жайып алдық. Ал енді қызып тұрған табамызға күнбағыс майын құйып, барлығын шетінен қуырып аламыз. Табамызға майды бірден көп құюға болмайды. Дәл осылайша видеодағындай аздап қана құйып, үстінен қаттама қамырымызды салып, бетін жауып отырып пісіріп алатын боламыз. Және асты қызарғанынша күтіп, одан соң қаппағын ашып табамыздың келесі бетін аударамыз. Міне дәл осындай қызарып, керемет болып піседі. Және осылайша қаттама қамырымыздың келесі бөліктерін де қайталап пісіріп аламыз. Қаппағын жауып пісірсеңіздер, арасы толықтай көтеріліп, қатпарланып шығады. Бір жасағаннан көңіліңізден шығатын қатпарлы, өте дәмді қаттаманан осылай дайындалады. Және осы рецепт бойынша әзірлесеңіздер болады. Міне осылайша қаттама нанымыздың барлығында пісіріп алдық. Иісі де, дәмі де өте тамаша. Құрметті қыздар, мен ұсынған қаттама нанның видео рецепті ұнаған болса, сіздерден керемет қолдау күтетін боламын. Баршаңызға ас болсын.